Ондай қазір көкпар мұндайды. Бұрын көкпар өзіне жараса қиыншылығы болған ба? Бұрын көкпардың өзіне жараса қиыншылығы болған. Ол кезде ат айландыру, анау-мынау болмай, өзіміз еңкейіп алып, мың аттың ішінен өзіміз болушы. Қазіргі жас балуандарға астын алдына бір айландырып тұрса, көкпарды апарып басып беріп тұрса, енді баяғы біздің көкпар шауып жүргеннен 50% жеңілдік бар қазір балдарға көкпарға. Оны қасында біздің кезімізде ат бегі араласпаушы еді, ат шапқызып жатқан палуандар араласпаушы еді мысалы. Ат көкпарсыз, қазір көкпарды бір адам алатын болса, көкпар менікі деп бір сағат күтіп тұрамыз. Ол нәрсені сәл жоғарту керек. Көкпар көптің нәрсесі. Көкпарды шауып жүрген адамдар бар, небір адамдар. Көкпарды ешкім тендерге отырмаған, көкпар бүткіл мұсылман елінде, қырғыз елінде де, қазақ елінде де, өзбек елінде де көкпар көпшіліктің нәрсесі. Қазір нүхіл үлкен кісілер, кәсіпкерлердің ақшасы балалардың аттарын шауып жатыр. Мына кембағал ағайын, жоқ-жоғалардың аттарын шауып, олардың да жүздерін жарық безіп палуандар, жас палуандар. Көкпар мысалы менікі де ол қамшы көтере жүрген дұрыстан бетер, ол кеше ғана тоқтаған еді. Мына қазір көкпарды қолға алып бүкіл мұсылман елі, қазақ елі өте керемет өткізіп жатқан жағдайы бар. Көкпар көпшіліктің нәрсесі. Көкпарды кім күшті болады, сол басады. Көкпардың 4 бақайы бар. Соны басып адам көкпарсыз. Қазіргі балдар көкпарды жарым мәреге дейін апарып футбол сияқты. Анерге дейін апарып береді, одан мәреге 15 метр, 20 метр алып апарып сабатып. Ол қандай 3 бас беріп жатыр. Біз көкпар басып жүрген кезде 1 қойнау, 2 қойнау, 3 қойнаумен кірсек кіредік, кірмесе көкпармен айырылып шығардық. Есенің баласы мына Ербақ деген жігіт. Мына Ербақ деген менің егіздерімнің ең кішкентай баламын. Көкпар шауып бүткіл осы қазақ елінде адам баласына сөйлемесін деп осы Ербақ баламды өзімнің ең кішкентай қалтатып балам осы көпшіліктің арқасында көкпар шауып біреуге сен демей, сіз демей, ассалаумағалейкум ағам, ассалаумағалейкум інім дейтін дәрежеде болды. Аллах нәсіп етіп, Құда қаласа осы Ербаққа да менің жолымды беріп, бүткіл қазақ елінде, өзбек елінде, қырғыз елінде, Тәжікстанда, Ауғанстанда салып жүруді Аллах нәсіп етсін. Бүткіл қазақ аман болсын, өзбек ағайын аман болсын, қырғыз ағайын аман болсын, Ауғанстан аман болсын. Құда қаласа оразгелдердің тойы құтты болсын. Денсаулықтары мықты болып, Құда қаласа әрдайым биіктен көрініп, мына 2026 жыл малы бардың малына мал қосылсын, жаны бардың жанына жан қосылсын, диқаншылықтар кәсіптеріне Алла береке беріп, Құда қаласа мына өзімізді атқа мінбей жүрген жерде жүріп, мына қызық көрейін, менің атым болсын дегендер адамдар ниеттеріне жетіп, атқа мініп көкпар шауып тұрып, аттың үстінде тамаша көруді мына жаяу жүрген адамдардың бәріне қалқа тілеймін. Амин, Аллаху акбар.